Облыс орталығындағы Мұзафар Әлімбаев мектебіне оқушыларды қабылдау жүріп жатыр. Қазақ тілінде білім беретін 2 сынып жасақталмақ. Сондай-ақ 2 сыныпта оқушылар орыс тілінде оқытылады. Өтініш қабылдау 1 тамызға дейін жалғасады. Павлодар қалалық білім беру бөлімінің ақпарынша 1000-ға жуық баланың құжаты әлі ешбір мектепте тіркелмеген. Сондықтан мамандар дабыл қағып отыр. Ал Мұзафар Әлімбаев атындағы жаңа мектепте білім алуға үмітті 100-ге жуық оқушы өтініш қалдырыпты. Біз өткен жылы 2 қазақ сыныбын ашқан болатынбыз. Биылғы жылда 2 қазақ сыныбын қабылдауды жоспарлап отырмыз. Қазір 36 бала тіркелді. Енді тағы да 30 бала жиналса 2 сынып ашуға мүмкіндік бар. Біздің мектепке Затон шағын ауданындағы балалар келіп оқуға мүмкіндіктер бар. Әрине біздің жақын орналасқан мектептерде бар. Ол мектептерде мысалы бала саны толып кеткен жағдайда біздің мектепке келіп балаларын беруге ата-аналарға мүмкіндіктер бар. Қазіргі кезде мектебімізде арнайы мамандар жұмыс жасап жатыр. Келген ата-аналарға құжатты қандай құжат керек, қандай жаңағы анықтамалар болу керек, осының барлығын түсіндіріп береді. Балаларды 1 сыныпқа қабылдау egov.kz электронды үкімет порталы арқылы да жүзеге асырылады. Ата-аналар порталға кіріп, қажетті құжаттарды жүктей отырып өтініш беруі жеткілікті. Орта білім, толық көрсету, білім беру ұйымдарына құжатты қабылдау және оқуға қабылдау, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта. Осыған кіреміз және де онлайн сұрау. Мұнда шығады қадам 1, қадам 2, қадам 3. Қадам 1-де білім беру ұйымдарына қабылдау және құжаттарды қабылдауды таңдаймыз. Сонда байланыс телефоны, email барлығы egov өзі көрсетеді. Өтінішті кім береді? Ата-анасы. Баланың 063, 023 және 3-4 фотосы сұралынады. Соны енгізгеннен кейін қадам 3-те жаңағы өтінім күтілуде деп шығады. Сосын біз оны қабылдап, ары қарай жүйеге асырамыз. Білім ордасы 2 жыл бұрын заманауи мектеп жобасы арқылы бой көтерді. Мұндағы арнайы кабинеттер технологиялық мүмкіндігі мол құралдармен қамтылып, мектептің әрбір ұшы оқушыларға пайдалы болатындай етіп жабдықталған. Мектебімізде барлық жағдайлар оқушыларға білім алуға жасалған. Кең заманауи үлгідегі барлық спорт жабдықтармен жабдықталған спорт зал, сонымен қатар балалардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауға арналған 24 үйірме жұмыс жасайды. Аталмыш оқу ордасы 600 орынға шақталған. Өткен жылы 2 ауысымда білім алған 890 бала оқу жылын аяқтапты. Биыл 1 сыныпқа 150 оқушы қабылданады деп жоспарланып отыр. Бұдан бөлек ұстаздар құрамы жеткілікті дейді мектеп басшылығы. 90-ға жуық мұғалім еңбек етеді. Айгүл Рахымжанова, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.